Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз фермент туралы сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Сонымен ферменттер дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Ферменттер дегеніміз ол биологиялық катализаторлар. Химияда катализатор дегеніміз не? Катализатор дегеніміз химиялық реакцияны тездететін заттар. Ал неге биологиялық? Себебі оның табиғаты нәруыз, сондықтан биологиялық катализатор. Ал енді осы субстрат пен фермент болады дедік. Бұл субстрат пен ферменттің өзара әрекеттесуінің екі моделі бар. Бірінші модель ол Эмиль Фишер ұсынған. Бұны жазайық. Эмиль Фишер. Сонымен бірінші модель ол Фишер ұсынған дедіге. Ол Фишер ұсынған модельдің атын болар. Біз оны айтамыз кілт құлып моделі дейміз. Кілт құлып модель. Кілт құлып моделі дегеніміз не? Қалай түсінесіңдер? Сендер кілт құлып деген сөзді білесіңдер, я? Құлып, мысал үшін, біз фермент деп айтсақ, міне мынаны фермент деп айтсақ. Ал екіншісінде субстрат, мынау субстрат болар. Осыны біз субстрат дейік, мынау фермент. Мынау субстрат. Осы субстрат, мына жерді біздер белсенді орталық дейміз. Белсенді орталық. Енді фермент белсенді орталық арқылы субстратты қосып алады. Сол кезде мынау біз құлып десек, мынау кілт болар. Мынаны құлып десек, құлып. Ал мынау кілт болады. Сонда құлыпты кілтпен ашқандағыдай бұлар сәйкес келеді. Міне осы кілт құлып моделі деп атайды. Сонда бұл модельге сәйкес ферменттің белсенді орталығы қатты болады. Мына қатты белсенді орталық. Себебі бұл кілт құлып моделін балар қатты матрица моделі деп те атайды. Қатты матрица моделі деп те атайды. Сол кезде белсенді орталықтың қатты құрылымы субстраттың молекулалық құрылымын толықтырады. А бұл не үшін керек? Ол ферменттің жоғары арнайылығын қамтамасыз етеді. Әрине, кез келген болжам, кез келген модельде қарама қайшылық болады. Оның кемшілігі болады. А бұл модельдің кемшілігі неде? Бұл модельдің кемшілігі термодинамика заңдары бойынша есептеулерде нақтылығы жоқ. Есептелген энергиямен осы іс жүзінде болатын энергияның арасында болар айырмашылық болады. Міне бірінші кемшілігі осы. Екінші кемшілігі фермент ұқсас субстратты, басқа субстратты өзіне қосып алуы мүмкін. Бұл екінші кемшілік болып табылады. Ал енді екінші модель. Енді бұл Эмиль Фишер өзінің моделін 1850 жылы жарыққа өзінің болжам жасаған болатын. Негізі Эмиль Фишер ол химик, өзінің ашқан жаңалықтары үшін ол Нобель сыйлығын алған ғалым болып есептеледі. Екінші модель ол Дэниел Кошландтың моделі. Фамилиясын жазайық балар. Дэниел Кошланд. Дэниел Кошланд модельдің аты қол-қолғап. Қалай деп аталады? Қол-қолғап модель. Екінші бұл Кошланд не дейді? Бұл Кошландтың қолғап модель. Сендер қолғапты білесіңдер, я? Ол қолғапты білесіңдер, оған қол кірген кезде, қолды біз қолғапты қолға кигізген кезде өзінің формасын, сол қолдың формасын алады. Енді Кошландтың моделінде ферменттер олар икемді молекулалар болар. Қолғап сияқты, жұмсақ деген сияқты көздеріңе елестетіп көріңдер, олар икемді молекулалар. Ал енді
ферменттің белсенді орталығы субстратты өзіне байланыстырғаннан кейін өзінің конформациясын өзгерте алады. А конформация дегеніміз не? Ол құрылым ғой. Сонда ол икемді болғандықтан құрылымын өзгерте алады. Ал енді субстратта өзінің құрылымын өзгерте алатындай өте икемді болып табылады. Осыны біз қолғап моделі деп атаймыз. Енді кілт құлып моделінен бағанағы қолғап моделінің айырмашылығы неде? Оның айырмашылығы индукциялаған сәйкестік моделі ферменттердің ерекшелігін ғана емес, өтпелі күйдің тұрақтануында айтады, тұрақтандыруында түсіндіріп кетеді. Міне негізгі айырмашылығы осы. Енді бізде белсендіру энергиясы дейміз, біз айтқанбыз, ферментсіз реакция жүретін болса, белсендіру энергиясы жоғары болады. Сол кезде реакция баяу жүреді. Ал енді ол ферментше, ол фермент реакцияға қатысқан кезде белсендіру энергиясы азаяды, төмендейді. Сол кезде реакция тез жүреді. Біз айтқанымыз катализатор, фермент. Ол реакцияны тездетеді дегенбіз. Сонда белсендіру энергиясы есебінен де реакция тездейді. Азаю есебінен. Енді қараймыз. Мына жерде энергия, мына жерде реакцияның жүруі. Мына жерде реагентті жаздық. Бұл жерде глюкоза, оттекпен қосылып тұрып көріп тұрсыңдар. Бұны біз субстрат жақ дейік. Мына өнім, мынау тұрған өнім балар. Мынау өнім. Көмір қышқыл газы және H2O су өнім. Енді мынау реакция жүріп жатқан кезде, міне, мынау энергия. Егерде бұл ферментсіз энергия дейік. Ферментсіз энергия. Міне көріп тұрсыңдар, мынаны біз ферментсіз энергия дейік. Энергияның. Ал енді фермент қосылғанда, ол белсендіру энергиясын төмендетеді дедік. Ол кезде былай болады. Міне. Қалай ойлайсыңдар? Мынау олар. Белсендіру энергиясы. Қай жерде жылдам жүреді, қай жерде баяу жүреді. Әрине, мынау фермент қосылғанда реакция тез жүреді. Қараңдаршы, біз көзімізге елестетейік. Бір тас немесе бір зат, дөңгелек зат. Мына жерге бір дөңгелек зат дейік. Енді осы мына жаққа қозғалып бара жатыр, міне қозғалып бара жатыр. Қозғалған кезде мынау шығады жоғары. Көріп тұрсыңдар ма? Сол кезде баяу жүреді. Ал мынау фермент қосылған кезде белсендіру энергиясы төмендегендіктен бұл тез сырғып түседі. Сондықтан біз айтамыз, белсендіру энергиясын ферменттер азайтады деп атаймыз. Негізі белсендіру энергиясы деп 1 моль заттың барлық, бұл белгілі бір температурада болар. 1 моль заттың барлық молекуланы белсенді күйге ауыстыруға қажет энергиясыны айтамыз. Осыны біз белсендіру энергиясы деп атаймыз. Сонымен біз бүгін немен таныстық? Біз бүгін 2 модельмен таныстық. Бірінші Эмиль Фишердің кілт құлып моделі, екінші Дэниел Кошландтың қолғап моделі. Содан басқа белсендіру энергиясы туралы сабағымызды өттік. Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.